السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. Құрметті жамағат, Хазіреті Анас радиаллаху анхудан риуаят етілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: шындығында кәпір бір жақсылық жасаған кезде оның қарымтасын осы дүниеде алады екен. Оның қарымтасы осы дүниеде оған бір нығмет ретінде беріледі екен. Ал мұсылманға келген кезде, мұсылман Алла үшін бір жақсылық жасалған кезде оның қарымтасы ақыретке қалады екен. Бірақ дүниеде жасалған құлшылықтарына сай оның ризық нығмет беріледі дейді. Көрдіңіздер, құрметті жамағат, бізде қандай керемет Алла тағаланың діні, қандай дінде біз былайша айтқанда мүшеміз, мұсылманшылық деген қандай керемет дін. Кәпір адамда дүниеде жақсылық жасайды, бірақ оның қарымтасы, оның жаңа сыйлығы осы дүниеде оған ризық нығмет ретінде беріледі. Бірақ ақыретке ештеңке жоқ. Мұсылман жақсылық жасаса, Алла тағала осы дүниеде де жақсылық береді, ақыретте де жақсылық береді. Хазіреті Омар радиаллаху анху бір отын таситын христианды көріп жаны ашып жылаған екен. Бір отын таситын өзге дін иесін, кәпірді көріп жылаған екен. Сонда не үшін жылағанын сұралған кезде, мына бейшара осы дүниеде де қор болып жүр, қиыншылық көріп, ақыретте де баратын жері дозақ қой деп. Мұсылманға қандай керемет Алла тағала ризық нығмет берілген. Бұл қандай керемет дін ислам деген. Бұл дүниеде де Алла тағала бізге ризық нығмет береді. Жасаған құлшылықтарымыз үшін жақсылықтар береді. Ақыретте Алла тағала ризалығына бөленіп, жәннатына кіргізеді. Мұсылманға қиыншылық келсе сабыр етеді, оның сауабын алады. Ал ризық нығмет берілсе, жақсылық берілсе, оған шүкір етеді. Екеуі де мұсылман үшін ұтымды, екеуі де пайдалы. Ұтылып жатқан ешкім жоқ. Сол үшін осындай дініміз бар, осындай еліміз бар. Сол діннің бір мүшесі болып жүргенімізге, Алла тағала бізге осы дінді ұстануға, мұсылман болуға лайықты құл еткеніне, бізді мұсылман қылып жаратқанына, мұсылман қылып өмір сүрдіріп жатқанына Алла тағала қанша шүкіршілік етсек аз екен. Қабыл болсын.